Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің қабырғасында қарулы күштердің ардагері отставкадағы полковник Серікбай Оңбаевқа арналған ардагер жолы ұлылық ұрпағы жүрер ұғынып атты ерлік сабақ өтті. Ғылыми конференция форматында өткен шара университет студенттері мен генерал Сабыр Рахимов атындағы әскери колледж тәрбиеленушілерінің басын қосты. Кездесудің негізгі спикері әскери колледждің бірінші курс ұланы Ернұр Қошқарбай Серік Оңбаевтың өмірі мен қызметіне арналған алғашқы ғылыми зерттеуін таныстырды. Жас ғалымның зерттеу жұмысы старшина Нұрман Ботабаев пен қызметкер Гүлмира Боталқызының жетекшілігімен дайындалған. Ернұрдың айтуынша зерттеуге қаһарманның таңдауы айқын болған. Оның әскери мамандық таңдауға шабыттандырған полковник Оңбаев пен мектепте өткен кездесулері. Ардагердің өмір жолы қызметке деген адалдығы жастарды отансүйгіштікке тәрбиелеу жолындағы айбынды еңбегі ұланның жан дүниесіндегі терең із қалдырған. Қазіргі таңда ұлы ардагеріміз отставкадегі полковник Оңбаев Серікбай Мейірбайұлы. Жасы 73-ке келсе де 54 жыл бойы формасын тастамаған, еліне адал қызмет етуден шаршамаған нар тұлғамыз бар. Қазіргі таңда бір басында 4-5 қызметі бар нар тұлғаның бүгін Мұхтар Әуезов атындағы университетте іс-шарасын өткізудеміз. Өткізіп жатқан Сабыр Рахимов атындағы колледждің ұландары. Менің жетекшім старшина Ботабаев Нұрман Әбжаппарұлы, ал жетекшіме кеңесшім Болатова Гүлмира Оспановна. Қазіргі таңда біз көптеген іс-шараларды ардагерге арнап ұйымдастырып жатырмыз. Күні кеше өзіміздің колледжімізде ұйымдастырылды. Бүгін Мұхтар Әуезов атындағы университетте құрылса, алдағы таңда, ендігі жылы қараша айында Қорғаныс министрлігіне, яғни Астана қаласына баруда, Алматы қалаларына барып, көптеген іс-шаралар ұйымдастыруды жоспарлап отырмыз. Қазіргі таңда осыны үлгі тұтар азаматтарымыздың көбеюіне және оны да зерттейтін жас зерттеушілердің де санының артуына біз кәміл сеніп жоспарлап отырмыз. Атаулы жиынға қатысушыларды кездесудің қаһарманы полковник Оңбаевтың сөзі ерекше қызықтырды. Ол тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуы мен армияның дамуына ерекше көңіл бөле отырып, өмірі мен қызметіндегі маңызды кезеңдерді естеліктермен бөлісті. Шара аясында Серікбай Оңбаев пен оның отбасының өмірі мен қызметіне арналған көшпелі көрме ұйымдастырылды. Қонақтар ардагердің жеке мұрағатындағы бірегей жәдігерлерді фотосуреттермен, марапаттармен және естелік құжаттармен жақын танысты.